Бұл жасуша барлық тірі ұлпалардың негізгі бірлігі. Адам жасушаларының көпшілігінде ядро деп аталатын құрылым болады. Ядрода геном болады. Адам геномы екіге бөлінеді және 23 хромосомалардан тұрады. Әрбір хромосомада ДНК-ның ұзын тізбегі болады. Олар гистондар деп аталатын белоктарға айналасында қоршалып тұрады. ДНК-дағы бөлімдер гендер деп аталады. Бұл гендер ағуыз синтезіне арналған ақпараттарды қамтиды. Ген қосылған кезде геннің басына РНК полимераза ферменті бекітіледі. Ол ДНК бойымен қозғалып, ақпараттық РНК бөлігін құрайды, яғни ядродағы бос негіздермен қосылады. ДНК коды оның ретін анықтайды. Ақпараттық РНК-ға бос негіздер қосыла бастайды. Бұл процесс транскрипция деп аталады, яғни ДНК-дан ақпараттық РНК-ның алынуы. Ақпараттық РНК белоктарды жасау үшін пайдаланылмас бұрын оны өңдеу қажет, яғни процессинг орын алады. Бұған РНК бөлімдерін жою және қосу кіреді. Содан кейін ақпараттық РНК ядродан шығады, цитоплазмаға түседі. Цитоплазмада рибосомалар деп аталатын белоктардың бөліктері болады. Олар ақпараттық РНК-мен байланысады. Осылайша рибосома ақпараттық РНК-дан кодты оқи бастайды және амин қышқылдарынан тұратын тізбекті құрайды. Бізде амин қышқылдарының негізгі 20 түрі белгілі. Тасымалдаушы РНК молекулалары амин қышқылдарын тасымалдайды, яғни рибосомаға тасымалдай бастайды. Тасымалдаушы РНК бір уақытта 3 негізгі кодты оқиды, яғни олар триплетті оқығаннан кейін РНК тасымалданады. Сәйкес амин қышқылын бере бастайды. Ол амин қышқылдарының өсіп келе жатқан тізбегіне қосылады. Соңғы амин қышқылын қосқаннан кейін тізбек күрделі белок түзеді. Осылайша бізде трансляция процесі аяқталады, яғни белоктың түзілуі.